Баршаңызға сәлем, пайдаларына каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге YouTube каналынан түскен табыстан тек қана 1% салық төлеуді үйретемін. Міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Ең бірінші, Google AdSense өзіміздің жеке парақшамызға кіріп, сол жағында платежи, оның ішінде платежные данные деген жерді басамыз, және де астыға қарай түсіп, управление данными деп басамыз. Ашылған парақшадан тағы да астыға қарай түсеміз, сол жерде налоговая информация деп тұрады. Сол жердегі карандашты басып, изменить налоговую информацию деген кнопканы басамыз. Ашылған парақшадан добавить налоговую информацию деген көк жазуды басамыз. Осы жерде заполнить форму дегенді басамыз. Келесі, осы жерде сіздің аккаунтыңызды растау туралы хабарлама шығады, далее деп басасыз. Ашылған беттен физическое лицо деген жерді таңдап, далее дегенді басамыз. Одан кейін, являетесь ли вы гражданином или резидентом США дейді. Сіз нет деп белгілейсіз. Тағы да далее деп ары қарай жүреміз. Астыға қарай түсеміз. Осы жерде екі форманы таңдау керек болады. Бізге налоговая форма астындағысы қажет болады. Осы жерден заполнить налоговую форму деп көк жазуды тағы да басамыз. Келесі, имя бенефициарного владельца. Яғни сіздің аты жөніңіз. Өзіңіздің документте латын әріптермен қалай жазылып тұр, тура солай аты жөніңізді жазасыз. Екіншісі, коммерческое название компании, бұл жерде не обязательно деп тұр, оны толтырудың қажеті жоқ. Страна или территория гражданства деген жерден үш бұрышты кнопканы басып, Қазақстанды тауып аламыз және де таңдаймыз. Астында иностранный номер налогоплательщика деген бар, бұл жерге біз өзіміздің иінімізді жазамыз. Одан кейін далее деген кнопканы басып, адресті толтырамыз. Адрестің барлығын біз латын әріптерімен толтыруымыз қажет. Яғни ең бірінші Қазақстан, одан кейін индекс, яғни қаланың индексін жазамыз. Мысалға Семей қаласы бойынша 071412. Осы жерден регионды таңдаймыз, Абай регионы, одан кейін міне астында Семей деп шығып тұр. Бұны біз латын әріптерімен өзгертеміз. Және де астында адрес строка деген жерге улицаның атын және номерін жазамыз. Улицаның аты мен номерін жазғаннан кейін, осы жерде почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают деген галочканы басамыз. Егер де сіз бір жерде тұрып жатқан болсаңыз, және де пропискаңыз сол жерде болса, онда сол галочканы басамыз, ол автоматты түрде өзі толтырылады. Одан кейін далее деген кнопканы басамыз. Ашылған парақшадан екі таңдау болады. Мысалға, біз бұл жерде «Да, у меня есть право на пониженную налоговую ставку» деген жерге галочка қоямыз. Сол сұрақтың жанында леп белгісі бар. Ол жерде қандай соглашение не туралы екендігін басып, өздеріңіз толығымен оқып таныссаңыздар болады. Және де резидент следующей страны, у которой есть соглашение с США об избежании двойного налогообложения деген жерге галочка қоямыз. Страна деген жерден тағы да Қазақстанды тауып таңдаймыз. Келесі бөлім специальные налоговые ставки и условия их применения. Яғни осы жерде үш бізде пункт берілген, барлығына галочка қойып, статья 12 пункт 2 деп ең аз ставка налогтың ставкасын осы жерден таңдаймыз. Біріншісінде 10%, екіншісінде 0% және үшіншісінде де 10%. Және де бенефициарный владелец указанный в разделе деп басталатын жерде галочка қойып шығамыз. Және де далее деген кнопканы басып ары қарай өтеміз. Келесі деятельность и услуги в США. Яғни сіз Америка құрама штаттарының территориясында ешқандай услуга көрсетпейтін болсаңыз, нет деп басасыз да, подтверждаю деген жерге галочка қоясыз. Және де далее деп ары қарай өтеміз. Бұл жерде я принимаю соглашение об электронном документе обороте. Яғни сіз электронды құжаттарды алуға келісім бересіз. Сол жерге галочка қоясыз. Себебі почтамен алатын болсаңыз, ол кішкене кедергілер туындайды. Және де осы жерде налоговый формаларыңыз толтырылып тұр, ашып кез келгенін қарауға болады. Келесі, салық формасын нақтылау, яғни өзіңіз жауапкершілікті ала отырып, ешқандай қате ақпарат бермеймін деп подтверждение бересіз. Одан кейін қол қоятын жерде «Да, я бенефициарный владелец, указанный в разделе с налоговой информацией» деген жерге галочка қоясыз, белгі. Одан кейін «Отправить» деген кнопканы басасыз. Кей жағдайда сіздің аккаунтыңыз бен сіздің бір адам екеніңізді растау үшін осындай қосымша документтер сұрайды. Қандай документтерді тіркеуге болатындығы туралы осы жерде тізім бар. Мен
Өзімнің жеке куәлігімді тіркедім, сурет жағын жақсылап түсіріп алып, загрузка деген кнопканы басып, отправить деп бастым. Салық формасын жібергеннен кейін ол бірден қабылданбайды, осылай кішкене на рассмотрение деп тұрады. Явный менде қазір 30% салық ставкасы тұр. Осы толтырған салық формамды қабылдағаннан кейін менікі ауысады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.